Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Билл Гейтстің 10 сыры жайында айтатын боламын. Сіздер Билл Гейтстің көшбасшылығы мен менеджменттегі жетістіктерін және нені ұстанатынын білгілеріңіз келсе, онда Сантоп медиа компаниясының құрастырушыларының бірі Дезди Аралдофтың бизнес шоу Билл Гейтс әлемдегі ең бай, ең табысты бизнесмен, көшбасшының 10 сыры атты еңбегінде бұл сұрақтарға толық жауап бере аласыздар. Microsoft жайындағы жаңа мағлұматтары бар бұл кітап Гейтстің таңғажайып жетістіктерінің сырын ашып қана қоймай, бизнесте жетістікке жетем деген әр адамға пайдалы, өмірінен мансабынан алынған әмбебап сабақтар мен стратегияларды ашасыздар. Сіздер жұмысқа шынымен сіздің қызметіңізге ғашық, ақылды адамдарды қалай жинау керек екендігін, бәсекелестерді қалай күлге айналдырып жіберуге және басқа да оның сырларымен бұл кітапта таныс боласыздар. Билл Гейтстің ұлы идеясы әр үстелде және әр үйде компьютер. Біле білсеңіздер, мына экран, клавиатура осыдан 20 жыл бұрын ғылыми қиял болған. Ерте кезден-ақ Гейтс компьютердің индустриялы жетістігі үшін ең бастысы стандарттар жасау керектігін түсінді. Ол осының ең бірінші жасап шыққандар ғана бүкіл компьютерлік өнеркәсіпте билікке жететінін де ұғынды. 1980 жылдарда Гейтстің басшылығымен Microsoft бағдарламалық тілдердің жасаушысынан барлық нәрсе жасайтын жан-жақты компьютерлік компанияға айналды. Мысалы, Windows жүйесі, Word және Excel сияқты қосымша айқындаушылары, басқа да бағдарламалар. Бұл тұрғыдан Гейтс компьютерлік индустрияны толықтай өзгертті. Гейтс 12 жасынан бастап компьютерге ерекше құлшыныспен қарады. Колледжде оқып жүргенде өзінен кейінгі әріптесі Пол Алленмен әртүрлі бағдарламалық жобаларға көптеп қатысты. Кейін ол Алленмен Microsoft компаниясын құрды. Ол тамаша оқушы болды. Не нәрсемен айналса да бәрін озып шығатын. Жеңіске деген құштарлығы ерте кезден байқалатын. Ал математикаға деген махаббаты болса, компьютерге деген ынтасын оятты. Аңғарылғандай, Гарвардтың дипломы Гейтске керек емес еді. 1975 жылы студент кезінде ол Алленмен бірігіп компьютер тілдерінің бірі Basic нұсқасын жасады. Саусағының ұшындағы жаңа әлемге арбалған ол 1977 жылы Алленмен құрған көп еңбектігі қажет ететін кішкентай компьютерлік компаниядағы жұмыстары үшін Гарвардтағы оқуды аяқтамады, ал компания болса Microsoft деп аталды. Алғашқыда 2 адамнан құралған ұжымда қазір 48 мыңнан астам адам жұмыс істейді және 25 миллиард доллардан астам таза кірістері бар. Microsoft өзінің жетістігін 5 факторға балайды. Біріншісі – ұзақ мерзімдік қондырғы. Екіншісі – нәтижеге бейімделу. Үшіншісі – командалық жұмыс және жеке бастама. Төртіншісі – клиенттерге деген асқан адалдық және өнімнің сапасын арттыру. Бесіншісі – клиенттермен тұрақты байланыс. Компания өзінің қарамағына дарынды, еңбекқор, шығармашылығы бейім адамдарды жұмысқа алады. Ең бастысы, жұмыстың өте ыңғайлы шарттары арқылы ұстап қала біледі. Сыйақы мен мадақтау да өз көмегін тигізеді. Microsoft мәдениетінің көрсеткіштері ретінде мына фактыны айтсақ болады. Компания 1980 жылдары жұмыс істеген қызметкерлері әлі де еңбек етеді. Олардың көбісі 30 жас шамасында акцияларының көтерілулеріне байланысты миллионерлер болды. Алайда олар жұмыстарын жалғастыруда. Microsoft менеджерлерінің бірі, олар өмірде тағы не істей алады, тағы қайдан осыншалықты ләззат ала алады деп айтқан еді. Жете зерттеулер Microsoft және оның керемет басты қожайынның жетістігінің 10 сырын анықтады. Міне Билл Гейтстің құпиялары. Бірінші құпия – керек уақытта және керек жерде болу. Microsoft жетістіктерінің бірінші персоналды компьютер үшін IBM операциялық жүйесін жабдықтау мақсатында қол жеткізген сирек кездесетін бақ деп санауға болмайды. Гейтс IBM мен келіссөздер жасаудың маңыздылығын түсінеді. Ол персоналды компьютердің тарихын өзгерте алатынын ұқты және 6 ай бойы жолы болғыш атану үшін тынбай еңбек етті. Екінші құпия –
техникаға ғашық болу. Microsoft компанияларының созылмалы жетістіктерінің көрінісі Гейтстің техникаға білімі еді. Ол осы салаға байланысты негізгі шешімдерді өз бақылауында ұстады. Көп жағдайда ол қарсыластарына қарағанда технологияның дамуы бағытынан болашағын көре білді. Сондықтан да процесті басқара алатын. Үшінші құпия – тұтқындарды алмау. Гейтс өте қатал қарсылас. Не мақсатта кездессе де тек жеңіске жетуді көздейді. Келіссөздер жүргізу кезінде өте мейірімсіз болады. Бұл оны алаңдатпайды және ол қарсыластарды жоқ қылу ісінің маманы. Төртінші құпия – жұмысқа тек ақылдыларды алу. Ақыл ойдың жоғарғы даму шамасына ие адамдар. Бұл Microsoft жасаған ең ақылды адамдарға арналған анықтама. Бастапқы кезден-ақ Гейтс компания ең ақылдыларды қызықтыру керек деген болатын. Бұл сөз кей топтарды тарапынан сынға ұшырады, алайда жақсы жақтары да болды. Мысалы, колледжді бітірген дарынды студенттер өз мамандығы бойынша жұмысқа тұра алатын. Бесінші құпия – жүзіп ұстауға үйренісу. Microsoft'та Гейтс тынымсыз өз бетімен үйрететін машина жасап шығарды. Оның пайымдауынша қателік жасауды болдырмайтын жалғыз осы жол. Алтыншы құпия – алғыс күтпеу. Гейтс атақ пен зұлымдық ешқашан бір-бірінен ажырамайды деген ұйғарымға келген болатын. Жауларың көп болмай, бай адам бола алмайсың. Жетінші құпия – болжағыштың позициясының орнында тұру. Билл Гейтс бизнес көшбасшысының жаңа бейнесі. Көп жылдар бойы ол өзінің компьютерлік индустриясындағы болжағыш екенін дәлелдеп келді. Оның технологияны тереңдеп түсінуі мен мәліметтерді синтездеудің әмбебап тәсілі оған болашақты көре алу және Microsoft стратегиясын басқаруды біледі. Сегізінші құпия – барлық позицияны бақылауда ұстау. Microsoft жетістігінің негізгі көп көлемді жобаларды бір уақытта басқара білу қабілеттілігі. Гейтсті көп міндетті адам деп атайды. Ол бір уақытта әртүрлі техникалық тақырыптарға бірнеше әңгіме жүргізе алады екен. Бұл компания тактикасында көрініс табатын керемет қабілеттілік. Компания әрқашан жаңа нарықты және жаңа программалық қосымша айқындаушыларын зерттейді. Бұл өз кезегінде үлкен істі өткізіп алмайды. Тоғызыншы құпия – байт өлшемі бойынша бизнес жасау. Фондық нарықта Microsoft салыстырмалы түрде үлкен компания. Басқарушы топқа қолайлы жағдай жасау үшін өзінің ішінде ұсақ ұяшықтарға бөлінеді. Кейде Microsoft әр апта сайын тармақталатын сыңайлы. Гейтс қарапайым құрылым жасап, компаниясында толық бақылауда ұстайды. 10-шы құпия – доптан көзді алмау. Гейтс 2-10 жылдық бойы кәсібінің шынында осы уақыт аралығында әлемнің ең бай адамына айналды. Оның байлығы мен жетістігіне қарамастан, Гейтс екпінін бәсеңдеткен емес. Оның сөздері бойынша оны үлкен істі өткізіп алу үрейі жетелейді. Ол басқа IBM, Apple сияқты компьютерлік компаниялардың қателіктерін қайталағысы келмейді. Достар, сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.